6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Бауырсақтан алып отырыңдар, өзім пісірдім. Өте дәмді екен. Иә, иісі де мұрныңды жарады. Ас болсын, бүгін сендерді бауырсақ жесін деп әдейі шақырдым. Рахмет, осылай жиі шақырып тұршы. Келер жолы дәмдетіп бәліш пісірсең, келеміз. Жоқ, достар, мен сендермен өте маңызды мәселе туралы ақылдасайын деп едім. Ол қандай мәселе? Біз әрдайым әділеттілік үшін күресіп жүрміз ғой. Солай емес пе? Иә, бірақ мына бауырсақты жеп алайық та, не асығыс? Бар мәселе осы бауырсақта. Бауырсақта? Иә, біз кеше ғана сабақта осы бауырсақ ертегісін өткен жоқпыз ба? Өте қызық ертегі. Әттең, ең соңында бауырсақ қу түлкіге алданып қалады ғой. Міне, осы да әділеттілік пе? Әжей оны атау үшін ең соңғы кебекті қырнап алып пісірді емес пе? Ал ол қу түлкіге бұйырды. Меніңше, бауырсақты атай мен әжей жеу керек еді. Өте дұрыс. Еңбек етсең емерсің деген. Ал түлкі болса, дайын асқа тап болып, бауырсақты да алдап соқты. Мен ертегілер еліне барып, түлкіні мылтығыммен атып аламын. Ашуыңды бас, сенің ойыншық мылтығыңа түлкі түшкірмейді де. Ал, балалар, ертегілер еліне әділдік үшін аттануға дайынбыз ба? Әрқашанда дайынбыз. Мен мылтығымды ала салайын. Оның ойыншық екенін ол жақта ешкім білмейді ғой. Менің соңымнан еріңдер. Мұнда аю болуы мүмкін. Мүмкін демей-ақ бар деп айтсаңшы. Бауырсақ ертегісінде қасқыр да, аю да одан айырылып қалмайды па еді? Қоян да бар. Міне, өзі де көрінді. Сәлем, қоян. Сәлем, сендер кімсіңдер? Қорықпа, қоян, сен бізге бауырсақтың қайда кеткенін айта аласың ба? Ол бұлай қарай кетті. Жоқ, бұлай қарай. Ой, білмеймін. Мен қылай көзбін ғой. Бауырсақ менен қашып бара жатқанда екі болып көрінді де. Мен екеуінің ортасын қуамын деп ағашқа басымды ұрып алдым. Міне, түсіп кет, қарашы. Мынау кім? Аңшы ма? Жоқ, ол аңшы емес. Қолындағы мылтығы жай ойыншық. Оны айтпай-ақ қойсаң болар еді ғой. Қоян байқұстың қорыққаннан жүрегі жарылып кетуі мүмкін ғой. Жарайды, кеттік ары қарай. Мен де сендермен бірге барайыншы. Жүре ғой, қоян. Қап, мына бауырсақтың қорлығын ая. Міне, мына қасқырды алдап соқтау. Бірден бас салып жеп қоюым керек еді. Ақымақ басым. Қимылдама, атамын. Ойыншық дейсің бе? Сонда атылмай ма? Жоқ. Мә, ұста мылтығыңды, аңшы бала. Сіз бауырсақты іздеуге көмектесіз бе? Мен оны өзімде таппай қоймаймын. Кәне, беріңдер соңымнан.
бо. Тұрсаншы орныңнан аюдай болмай. Бауырсақ қайда? Алдап кетті, қорғыр бауырсақ. Қай жаққа қарай кетті? Мәне, бұлай қарай. Кеттік! Көп кішкентай бауырсақ алдап кетті. Оянды да қатырып кетті. Өй, сендерді қойшы. Мына мен. Қап, бірден шай салуым керек еді. Қазір қуып жетпесе, оны түлкі жеп қояды. Әне бауырсақ. Қайда? Түлкінің тұмсығында. Мен аюдан қаштым. Онда не істеп тұр? Ән айтып тұр. Ой, бұл оның соңғы әні. Қазір түлкі жеп қояды. Тоқта! Бұл қалай сонда? Бауырсақ менен қашып кетті ме? Мүмкін емес. Ертегі бұлай аяқталмайды ғой. Өлгердік ау әйтеуір. Не болып қалды соншама? Бұл кімдер? Қоян? Қасеке? Сіздер қайдан жүрсіздер? Бізді де бауырсақ алдап кетті. Онда тұрған не бар? Сендерден қашып құтылады да, түлкіге келіп тұтылады емес пе? Ах, қу түлкі, кәне қимылдама. Сен атайдың бауырсағын алдап, жеп қойғаның үшін жазаланасың. Әй, тәрт мылтығыңды, атылып кетер. Көріп тұрсың ғой, бауырсақ менен қашып кетті. Түлкі, қорқпай-ақ қой, ол ойыншық мылтық. Ойыншық? Ойыннан от шығады. Бала, аю, қасқыр. Не қарап тұрсыңдар? Қане, мына біздің ертегімізді білдіріп, бәрімізді аш қалдырған балаларды жеп қояйық. Тоқтаңдар, атамын. Сенің мылтығың ойыншық қой, яғни атылмайды. Hadi, tarangдар, айтпесе. Balalar korkmanglar, bauırsak yenge. Мен аюдан қаштым, мен түлкіден қаштым. Қайта оралдым үйіме, қараңыздар тамсанып, менің жаңа биіме.